түкпір-түкпірінен осы Алматы қаласына, Алматы өңіріне мынау арман қуып келіп, осы жерде міне қанша жылдан бері осы ағайындар міне семьясымен, отбасымен құрып осы жерде өмір сүріп жатыр. Ал енді біз мынау қазір ғана бісміллә деп осы бабамыздың рухына, ата-бабаларымыздың рухына арнап, қазір ғана міне Құран бағыштадық. Құран оқып дұға, міне дұғаларымызды бағыштап жатырмыз. Ал енді ең бастысы бұл жерде айналайын ағайындар айтып өтетін ең басты, біз қазақта мынандай ата-бабамыздан қалған сөздер бар. Тегін білмеген тексіз дейді. Жеті атасын білмеген жетесіз деп жатады. Бұл енді біз кімнен тарадық? Біздің бабамыз кім деген мысалы осы сұрақтарға біз әр уақытта жауап бере алатындай жағдайда болуымыз керек, ағайын. Ал енді мынау бабамыз Саңғыл бидің қай ғасырда өмір сүргені, осы тарихта бабамыздың алатын орнын біз айтып кетуіміз керек әр уақытта. Біздің Саңғыл би бабамыз дүниеге осы 12-ші ғасырда 1180 жылы деп тұжырымдап сол жылы бекіткен екен. Ол қайдан шықты? Мысалы айтады, сол ғасырларда, мысалы сол ғасырларда 12, 11, 13 әлі қазақ хандығы жоқ болған. Бұл осы мынау Моңғол үстірті дейді. Сол Моңғол үстіртінде барлық тайпалар бірге өмір сүрген екен. Сол тайпалардың ішінде Меркіт бар, Найман бар, Жалайыр бар, Қоңыраттар бар. Міне соның ішіндегі мысалы осы біздің бабамыздың үлкен тұлға екенін біз айтып кетуіміз керек осындай кездері. Неге дейсіздер? Өйткені сол заманда 1162 жылы дүниеге келген қазіргі барлық жерде Шыңғыс хан деп аталады, Темучин шын аты. Сол Шыңғыс ханның уақытында біздің бабамыз сол Шыңғыс ханнан 18 жас кіші болған екен. Сол 1206 жылы Шыңғыс хан өзін бүкіл Моңғол үстіртінде хан сайлап, құрылтай жасағанда, осы мынау 14 бидің ішіндегі, яғни Қоңыратты бастап барған біздің Саңғыл би бабамыз. Ол ең бірінші мынау айтып өтсек, Шыңғыс ханның туған анасы да Қоңыраттың қызы болады, өзінің бірінші алған жары Бөрте, ол да Қоңыраттың қызы. Міне сол 1206 жылы сол құрылтайға жаңағы барлық билерді шақырады ғой. Сол жерде Үйсіннен Майқы би барады, біздің Қоңыраттың ішінен біздің Саңғыл би бастап барады екен. Міне біздің бабамыздың сол кездегі мынау өзінің орны, яғни қалай айтсақ та, мынау бабамыз сол Қоңыраттардың арасынан барған бидің ең біріншісі болып, сол үшін де ол кісінің дәрежесі бірінші Шыңғыс хан болса, одан кейінгі, яғни Жошы ханның уәзірі, ақылшысы, кеңесшісі болған уақытысында. Міне осыны біздің мынау жас балдарымыз біліп жүруіміз керек, кімнің кім екенін. Өйткені бабамыздың өзінің уақытысында айтып кеткен сөздері бар. Айналайын, менің ұрпақтарым, саңғылдар еш уақытта қыз алыспаңдар дейді. Не үшін? Ол тектілік пен мейірімдік ол кезде жоғалады деген. Қатыгездік орнайды деп айтып кеткен екен бабамыз. Міне сол ғасырдан бері, міне қазір қараңыздар, уже 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Әлі саңғыл деген бір-біріне қыз алыспайды. Ол өте орынды дұрыс. Біз әзірге дейін соны ұстанамыз. Ал енді бүгін мынау осы барлық жаңа айтып өттім. Қазақстанның түкпір-түкпірінен
күнге келіп жиналған осы Алматы қаласы, Алматы өңірінде 1,5 мыңға жуық Саңғыл ағайын отбасы бар екен, санақ бойынша. Одан да көп болуы мүмкін. Ал енді осының бүгін Алланың қалауымен міне өздеріңіз бас қосып бүгін міне бірінші бас қосуымыз деп айтсақ та болады. Сол үшін де мынау бірінші біз қай жерде отырмыз? Сонда айтып өтіп кетейін. Былтыр ғана осы медресені, осы жердегі мынау Бауыржан бауырымыз қайда? Бауыржан деген бауырымыз Түркістанның Саңғылы осы жердегі мынау өзінің қаржысына осы медресені салдырып, былтыр ашылу салтанатына барлығымыз келіп қатысқанбыз. Енді көбісі білмеуі де мүмкін, бірінші келіп отырғандарыңыз бар. Сол үшін Бауыржан бауырымыз, біз әр уақытта рахметіміз шексіз, әр уақытта рахметімізді айтамыз. Мынау осы бас қосуымыз енді бірінші болып тұр, ақырғысы болмасын. Әр уақытта осындай жақсы, осындай Наурыз мерекесін жылда атап өтуге әрине әр уақытта осы жерде бізге есік ашық. Сол үшін де мынау айтады ғой, бүгінгі ағайын арасындағы өзіміздің қанша жақсы мынау айтып кеткен ұлы тұлғаларымыз бар. Ол ағайынның бабамыздың айтқаны ауыз біршілігі ынтымағы, бір-бірімен салыспа деген міне сонда жатыр мағынасы. Сол үшін айтады ғой, қазірде айтып, көп жерде айтылып жатыр. Айтады, ұстар жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Бірлік жоқ туыстың көптігінен не пайда? Үлкен сарайдың ішіне ағайын кірмесе, оның үлкендігінен не пайда? Араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда? Міне біз сол үшін ағайындар бір-бірімізді көріп, жүздесіп, мына бүгін осы Наурыз мерекеміз әрине Рамазан айымен тұспа-тұс келгеннен кейін осы сәуір айына жылжытуды жөн көрдік. Сол үшін де бүгін мынау келіп осы ат салысып отырғандарыңызға Алла барлықтарыңызға сауаптан жазсын. Барлықтарыңыз мынау айтып жүрейік, біз кімнің ұрпағымыз, тегіміз кім? Міне ең бастысы білетініміз сол болсын. Біз бөлінбеу үшін, бірігу үшін айтуымыз керек. Оны адам баласы қазақ болғаннан кейін қазақтың барлығы рудан құралады. Сол үшін де соны айтып, соны әр уақытта біз мақтан тұтып жүруіміз керек. Мына балдарымызға, немерелерімізге айтып жүруіміз керек. Біз кім екенімізді. Ол адам баласына рух береді, шабыт береді. Ол жайдан жай емеспіз ғой. Біз қазақ деген жаңа айтып жатырмыз, қай жерде 300 жыл бұрын қазақ даласында дейді мектеп болған, ақындар мектебі, ишандар мектебі болған. Қазір ғана уже президентіміздің өзі осыны айтып жатыр. 300 жыл бұрын ақындар мектебі деген ол кәдімгі мынау діннің сыртқы формасы болса, ишандар мектебі ішкі формасы. Яғни ар мәселесімен рух тәрбиесін тәрбиелеген екен. Ишандар мектебі. Аппақ ишан, марал ишан деген естіресіздер ғой. Міне сондай. Барлықтарыңыз бірінші айтайын деп отырғаным, мына жерде осы Алматы өңіріндегі, Алматы қаласындағы бүкіл Саңғыл ағайындардың төрағасы мына Тасболат деген ағамыз, осы кісі өзі енді төраға ретінде осы жерде өзі бастап, мына өзінің тілегін айтып, ары қарай үлкен ақсақалдарымызға сөзді беріп жалғастырсақ дейміз. Құрметті туысқандар, ағайын-жұрттар, мынау бүгінгі басқосуымыз Наурыз мерекесі құтты болсын дейміз. Теңдеріміздің саулық, отбасылық амандық болсын. Мына жаңа біраздан бері айтып жатқанымыз біздің ынтымақтығымыз ағайындардың бәрі осы
медресені салып, бәрімізге тапсырып етіп отыр. Мінеке, Алланың ризасы болсын. Міне, бұндай нәрсеге бірталай ұлттар бар, бірталай рулар бар, ол жетекте отыр. Мінеке, біздің өзіміздің Сағынбай атындағы қатынғама медресеміз бар, ол қуануымыз керек. Енді тағы бір айтайын дегенім, біз бәріміз ас өткіземіз, құран береміз. Енді осы сол нәрсенің бәрін дәл осы жерде өткізсек деген ой бар. Барып, ресторанға барып, әр адамға пәленбай ақшадан бергеннен гөрі 100 адам бола ма, 50 адам бола ма, осы жерде тегін ғой бітпейтін кезде. Сол осы жерде сіздерге келетін адамдар кімдер? Туысқандарыңыз, достарыңыз, ауылдарыңыз, құда жекжаттарыңыз. Одан басқа ешкім келмейді. Ал ол қай жерге болғанда да келеді ол. Сол сияқты айтайын дегенім, осы тем более мынау Ұлыстың жеріндегі медресеміз, осы медресеге әр уақытта сондай басқосулар бола берсін дейміз. Елдерінде сауыққа, әр уақытта ынтымақта бірлікте болайық. Алла бауыржан өзінің бір-екі ауыз лебізін айтып жіберсін. Ассалаумағалейкум ағайындар, ұстаз, көкелер, аға інілер, апаларымыз бар, жеңгелеріміз бар, келіндер, әріптерімізге рахмет. Дастарханымыз шылқа жайылсын, еліміз сау болсын, отбасымыз аман болсын, қарттарымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде жолығайық, жақсы күндерде кездесейік. Ауызбіршілігіміз, ынтымағымыз әрдайым бірге болсын. Бірімізден сыйласайық, танысайық, білсейік, жақындасайық. Әрдайым осы өзіміздің медресеміз, қатынтанамыз салынған жылда болып алған. Осы жерде бас қосуға есік ашып, жыл сайын бас қосайық, наурызды өткізіп отырайық. Одан кейінгі тағы қосқан десеңде тағы бас қосайық, жылда 2 болсайық, 3 болсайық. Біз жақындасқан сайын бір-бірімізге жақын боламыз, сыйласамыз. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Алла разы болсын бәріңізге. Бәрекелді, мынау айтады ғой. Сойылсын қойдың марқасы осы наурызда бас қосып жиналып отырғандарыңыз Тасболат пен Саветбек ағамыздың арқасы дейді. Осы екі ағамызға рахмет, баршаңыздың бастарыңызды қосып отырған. Мынау енді артынан бір жақсы ән орындайды менің қызым мен ұлым. Қорада бүдекі жоқ, бәрі саңғылдар. Кеткен екен. Thank you.
айтман болады. Танысып отырайық. Мен де сол Түркістан азаматымын. Ортада сыпайы жазып жатқан мен боламын негізі. Айтман есім. Ал ендігі жақсы әннің орындауында Төлебек ағамыз бір жақсы әнді айтамын деп жатыр. Мінеке аға, өзіңізді. Ағайындар, ассалаумағалейкум. Мен Шәуілбірдің саңғылымын, атым Төлебек Серікбайұлы. Осы Алматыда 25-26 жылдың төңірегі болды. Осы саңғылардан 15 жылдың төңірегінде біз осы Алматыда араласып тұрамыз. Бәріңізді саңғыл би ұрпағының азаматтарын осы үйдің бас қосып отыра білейік. Дастархан жақсылыққа жайылсын. Жібереміз. Жібер. Satıp ketedi, birovlar vaqt yetedi, birovlar vaqt chekdi, sabr saqda vaqt jetedi. Ömür bulaq o'tedi, keyin biroq mana ketedi. Allah'ına emir etedi, sabır sakta beri ötedi. Allah'ına emir etedi, sabır sakta beri ötedi. Dostlarınız aldap gidedi, düşmanınız harap gidedi. Dostlarınız aldap gidedi, düşmanınız harap gidedi. İmanınız görmemedi, sabır sakta beri ötedi. Vaqt degen tulpar bilan qan, sabr shik alishrakka. Ömür aniq chalg'an ekan, sabr saqda bari o'tedi. Ömür aniq chalg'an ekan, sabr saqda bari o'tedi. Sabır sakta beri ötedi. Sabır, sabır, sabır sakta beri ötedi. Sabır, sabır, sabır sakta beri ötedi. Мына жерде біз жақсы ақтілектің кезегі келіп жатқан жайы бар. Соғысып, мына жерде үлкен аталарымыз бар. Мынау айтады ғой. Жапанда жалғыз ағаш егіледі, көлеңкесі жерге төгіледі. Алдарыңызда жақсылап тұрып ақтілекті айтатын осы саңғылдардың ішіндегі ең үлкен аталарға сөз кезегі беріледі демекші. Сатыбалды атамыз 87 жастағы атамыз сыз саннан келген
Саңғырген Жорабек 73 жас, Шобанақ Уәлихан аға 79 жас. Құрдастар бекестер менің айналайындар. Ассалаумағалейкум. Құрдастар жастар ма? Амандасың ба? Бәрекетіңдегі. Алға ең үлкен сіз ол міне. Ал кәдеге шулаған адам шуламасын, ақтекті тыңдайды. Assalamualaikum ағайын. Аман есенсіздер ме? Мал-жандарыңыз аман ба? Наурызға аманаттан жете беріңдер. Аспанымыз ашық, жеріміз шадық болсын. Еліміз, азаматымыз аман болсын. Я мынау Сағылбай бабамыздың ұрпақтары өсе берсін, өркендерін көшсін, көбейсін. Анымыз бабамыздың өршеттері ақылды кісілерден естіген нелеріміз мынау саңғылар, саңғы болғаны саңғы өзі ата-атаға бөлінеді. Сонда сендер қадалыспаңдар деген жеті атаға дейін. Мұның себебі бауырмалды, туысқанды, менмендік. Мына қадалысқанды ағайын құлғатырақ бететіндер жер-жаттан туа-жатқа дейін жалғасып бір-бірін танымайтын ұрпақ болып кетеді. Сол үшін біз қазір 12 адамға жоқ 15 адамға қорғасамыз, бірақ бір-бірімізді қадалысқанымыз ол алтын үшін мен енді шамалы ел ішінде жүргенде естімін. Сендер 12 неге қадалыспайды? Ол қадалыстың жолдары өте қиын. Бірін білмейміз. Қадалыспаған күйі ұрпағымыз өте бер. Еліміз көрмейтін жаманшылық болмады. Наурызға жете беріңдер. Бала-шағаларың аман болсын. Дастархандарыңызды кең жайлап. Ұрпағымыз бір-біріне мейірімді, бір-біріңді іздейтін ағайын болыңдар. Баласы оның күйе баласы үшеуі бәрі ұры болды. Ұры болғаннан кейін қарға айтады бізден кішкене қалдырмады, не істейміз деген екен. Сонда ол уақытта дарға тартын заманнан кейін ағайындарды жинап алып, бала-шағасымен ертең дарға тартамыз деп халықты жинап дардың алдына әкеп қойған екен дейді. Сосын әйеліне айтыпты, мынау күйеуің бар, бауырың бар, балаң бар. Осы үшеуінің танылған біреуін аласың деп сынға қояды. Сонда күңкілдеп айтып, туған баласын алады ғой деп ойласа, олай болмақ. Ол жаңа төркінін алды. Жаңа күйеуіне де қарамады. Сонда айтқан екен, мынау әйел жолда бала белде бауыр табу қиын деген екен. Сондай-ақ мына бір-біріне бауыр болыңдар, ел болыңдар. Қайдай жүрсіңдер, аманшылықта болыңдар. Елім аман, жұртым тыныш болсын. Бауырмаларымыз қойып, қайда жүре беріңдер. Ассалаумағалейкум ағайындар. Сағынды бидің ұрпақтары. Bizim өскен жеріміз мынау ауданы Шәуілдір ағамыз Шәуілдің саңғылымыз. Біз жақында келдік, бір жылдай болды осы жерге келгеніміз. Астанада 25 жыл. Бүгінгі наурыздарымыз құтты болсын ағайындар. Ағайындығымыз күннен арта берсін, сөзіміздің арта берсін. Өсіміздер, өніміздер, сағынды ұрпағын көбейтіңіздер. Наурыздарыңыз құтты болсын ағайын.
pişirgen koca aslarım, gerekinden birlik bol aşık olsun aslan. Birlikte bolagayın ömrüdür taslan. Aman bolup otmasın yüzge jetkin jaslarım. Dastarxanı körgesin, basmenen jambasın. Жылдыңбасын ауыз келіп, Қыдыр баба қолдасын, есік жылмен есік кеп, еш жамандық болмасын. Қонақ келсін төріңе, наурыз тойын құт болып, ырыс болсын жеріне. Тағда тілек сұрайын, атмедіме олайын, кәр жас аман бол, жар болсын, бауын қылайын. Қораға сыймай қойыңыз, орындалсын тойыңыз. Жақсылығын сыйласаң, мынау сандықтарды болып атқан, мал мейрам тойыңыз. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Құлқожа Ахмет, Маңғыстауда мемлекет, Алла тағалам болсын айтқан тілегіңізді бәріңізді қабыл ет. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын туыстар. Мына Самды бидің ұрпақтары бүгін міне наурыз тойын тойлап жатыр. Барлықтарыңызды осы жаңа жыл наурыз тойымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңыз жанұяларыңызды бақытты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Рахмет. Ай берекетті тау, орамал болмайды, жол болады бізден сіздерге шапанымыз осы болады. Бұл енді шапанды естері кетіріп жүріңіздер, басқа тойға кетіп қалмасын. Жарай ма? Басқа тойға біреуге ұр жүрмеңіздер жай ғана. Әне бүгін қойды. Сол үшін осы тойда киіп, естелік ретінде киіңіздер. Үстеріңізде тосын, өмірлеріңіз болсын. Жүзге келіп өліңіздер. Бәріміз. Жақсы рахмет. Ал енді бір жақсы бір ән алдарыңызда сіздер үшін бір жақсы ән орындайды. Алдарыңызда Аружан және Сұңқар. Келдіңіз. Сізден үшеуіңіз келіңіз. Келіңіздер. Алдарыңызда Саңғылдың келіндері, апалары, әжелері және мисс арулары. Мынау айтады ғой апа. Кәдімгі шамалықты, сағылықты сақтай, шулаған адам шуламасын, шулаған адам қыр. Қазақ деген сөз ол. Мынау айтады. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең Саңғылдар, әйелге бар әлемде. Болмас әйел назалы, болмас әйел жазалы. Кеудесін қаққан талайдың дейді апа. Әйелден кет ажалы. Әйелмен құның өлшедер, Алладан кейін сол шебер. Бақытсыз сенде болмайсың, әйелің сорлы бол себер. Сырыңды соған ашасың, мауқыңды, шөліңді, ләззатты содан басарсың. Еркектің күні әйелмен ақ жаулықты аналарымыз мәңгі жасарсың. Шапалап көрсің. Uyumlarım uzağından olsun, ağızlıklarım bir olsun, ıntımaqlarım жоғалмасын, olsun осы бізге жол беріп, тоқпаштап тұрғанына рахмет айтамын, анаға өтіргіміз бақытты. Ой, жаным апам, жасыңызды көрсін сіздің. Шапалап отырайық енді, әжемізге. Nauruz merекеміз бәріміз құтты болсын. Еліміз амандық, тыныш болсын, әр елде той болсын, томалақ болсын. Мына жиын өте жақсы жиын болып жатыр. Иә, жаңа үлкен кісілер айтқандай, бас қосып тұрған былайда жақсылықта, тойларымызда, ағайын туыс, түрлі біртілді деген ғой. Аман болыңыздар, барлықтарыңыз сағынады. Кешке жатқан наурыз мерекеміз құтты болсын. Жылда
olsun, namus meyramına. Aman esen oynap kulüp bağışlamamızdan elimiz aman, yurtumuz tinch, jirde vereyim. Kutlu olsun, kabul olsun niyetleriniz. Rahmet, rahmet. Şakalar ortamızda koşamet yok. Balasına istepti deydi. Çok istеген кезінде жаңағы баласын емес, өзі қасындағы мүмкіндермен келе жатқан екен. Сол келе жатса, алдынан жаңағы су көтеріп, ана өзеннен су алып, данагүл өтіп жатыр екен. Сол данагүл деген жаңағы қарашайыр қыз екен. Мені сол көріп, жаңағы ата жол сұраған ұқсайды. Жол сұраса, данагүл өте ұтымды сөз айтып, жаңағы таңғалдырған екен. Сонда сол данагүл үйін іздеп барса, жаңағы кішкене ғана ол кезде қар үйде тұрады ғой адамдар. Осы қар үйін өте тозығы жеткен, сондай жоқ-жұқана адамдар екен. Сондай жоқ-жұқанасына қарамастан данагүлді баласына тегіліп алған екен. Сол данагүлден өткен азаматтар шынында да ел басқаратын сондай азамат болған екен. Сол айтпақшы, қайдымыздың айтқан сөзін жазған кетпеп отыр. Барлығымыз үйімізде келініміз, қыз ұзатайық, бәрімізді жақсылық болсын. Ай, бәрекет. Бәрекет, бәрекет. Көкем, қайсы сіздің үйіңізде еді? Көкем. Қайсы? Тұрып қойыңызшы қана керек. Қайсы? Шаш ағарып жүрсіз. Сіздің үйде апа қайсы болды? Сіз ба апа, я? Ата сіз ба? Апа менде. Мына апам, жай деген апам. Қаш көкемді. Жылт етіп отыр көкем. Бетінде твай көкем. Апам арқасы болсын бәрі. Сіз үйде қайсы? Жетісайдан деген саңғылдарымыз Болды, кешіріңіз. Мынау айтады ғой, жігітті жақсы қылатында, жаман қылатында көп әйел дейді. Сосын рахмет сіздерге. Өйсіп аталарымызды жайнатып, қайнатып, алдарыңызға салып, алып жүре беріңіздер. Рахмет. Сабыр сақтап, бір-бірімізге құрмет көрсетейікші. Мынау өздерінің сөздерін, ниеттерін жақсы жеткізіп айтамын деп жатыр. Көп жерде кішкене мынау шулап кетіп жатыр. Соған мен мән аударайықшы. Біз бүгін не үшін жиналдық бұл жерге? Бір-бірімізді сынау үшін емес, қолдау үшін. Ағайын туыстығымызды ары қарай жалғастыру үшін, ертең көбею үшін, сол үшін бас қосып жатырмыз. Үлкендерден бастап, міне шапан жауып, осы кісілердің батасын алып жатырмыз. Сол үшін де кішкене бір-бірімізге құрмет көрсетіп отырайық. Мынау жаңа айтып жатыр. Біз барлығы осы Саңғыл би бабамызды айтып жатырмыз. Осы Саңғыл би бабаның ұрпақтарын ары қарай өсіріп, өрбітіп отырған абзалдық аталар сіздерге үлкен мыңдаған алғыс. Аман болыңыздар. Осы жаңа айтып өтті ғой Айтман бауырым, ананың қадір қасиетін. Анау талай ақындар да, талай жыраулар да
жырлаған, айтып өткен. Айтады, ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған барыда. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған. Анаға мәңгі қарыздар, елдегі барлық ана адам деп жатыр. Міне ананың құрмет қасиеті. Сол үшін айтқан екен ғой. Бірінші, құрметті кімге жасайсың? Анаға жасайсың. Екінші, құрметті кімге? Анаға жасайсың. Үшінші құрметті анаға, төртінші барына келмейді. Міне соны естен шығармай, сол үшін бүгін барлықтарыңызға міне келіп, тағы да қосылып отыр ағайындар. Енді біз уақытысын айтып, белгіледік. Енді кешіккен адамдарға біз кешікті деп айтпауымыз керек екен. Біз ерте бастап қойдық деп айтуымыз керек екен. Не үшін? Көңілін алдырмау үшін. Айтады ғой, бірде ащы, бірде тәтті көңіл деген сәл нәрседен қалады көңіл деген. Татулықта болайық ағайындар, мәңгі өмір ешкімге берілмегендей. Міне, кішкентай ғана қамшының сабындай 5 күн жалған өмірде сыйласын өтейік. Бір-біріміздің көңілімізге қарап сөйлейік. Дегенде мен айтып өтем, әр уақытта айтып жүрем. Мен енді өзімді жақынырақ таныстырып өтейін. Осы жердегі мынау Тасболат ағамыз, осы Алматы өңірі, Алматы қаласындағы Тасболат аға төрағаның мен орынбасар боламын. Атым Сәметбек, мен Түркістанның тумасы боламын, Түркістаннан шыққан санмын. Бірақ шын айтқанда барлығымыз созақтан, сызғандан тарағанбыз. Міне соны ұмытпауымыз керек. Сызған қай жерде болса да айтуымыз керек. Бірақ сол жерде бабамыз баяғыда 1219 жылы сол жерге келіп, Қозғалдақ сызған дегенді, мысалы көбісі білмеуі де мүмкін. Қозғалдақ деген сөздің не мағынасын айтып өтейін деп жатырмын сіздерге. Анау бабамыз келіп сол жерге, анау жайқалып тұрған сәнді ағаштар, неше түрлі ана жерде енді жас орайды. Енді көк барлығы жеткілікті жерге келген кезде айтқан екен. Жошының уәзірі, Жошының кеңесшісі, ақылшысы болды деп айттым ғой. Сонда рұқсат берген екен Саңғы би бабамызға. Жерді өзің таңдап алды. Сол жерді таңдағанда айтқан екен. Малдақтаңдар деп. Малдақтаңдар деген сөз түйенің белін шешіңдер деген сөзден шыққан. Мағынасы солай. Қоздаңдар деген сөз бар. Қоз молдақ деп содан шыққан. Қоздаңдар деген ол мынау жас малдың қиын жағып өртемейді, бірақ бұрсылып. Ол қоздаңдар деген содан шыққан. Содан қозмолдақ деген аты содан пайда болды. Міне біліп жүрсін деп айтып жатырмын айналайын ағайындар. Біз Саңғы бидің ұрпағы болғаннан кейін кім екенімізді, бабамыздың кім екенін біліп жүрсек деп міне сол үшін айтып жатырмын. Мынау әр уақытта үлкендеріміз сөз алып сөйлеп жатқанда біз бүгін осы бабамыз туралы көп нәрсе айтуымыз керек. Өйткені бабамыздың арқасында осындай міне дәрежеге жетіп, осы міне бүгін біз осы жерде бас қосып отырмыз. Бұл енді бас қосуымыздың ең алғашқысы ғой. Бәріміз дұрыс түсінейік. Енді кемшілік жерлері болса да ешқандай бір-бірімізді жаңа айттым, сынамауымыз керек, қолдауымыз керек. Сынамай, бәрі Құда қаласа келесі осындай мынау наурыз мерекелерінде басқа жағдайларда кездескенде барлығы айтады, көш жүрегінен сөнеді дейді. Сол үшін барлықтарыңызға айтатыным құтты болсын бүгінгі ас наурыз мерекесі. Аман болсын әрдайым ел іргесі. Амандықта жүріп, әр уақытта әр наурызын мынау мерекелеп жүруге құшақ жайып бірге қарсы алайық. Әр уақытта қуанышпен. Сол үшін барлықтарыңызға мынау келіп, кішкене болса да алтын уақыттарыңыз бөліп келіп отырған барлықтарыңызға Алла сауаптан жазсын дейміз. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға, барлық осы отырған ағайын туысқандарға дұғай сәлем айтып айтарсыздар. Ең бастысы барлықтарыңызға мынау өмірде қайырлы ғұмыр берсін дейді. Берекелі қылу өмір берсін. Инабатты
ибалы ұрпақ берсін. Мына ұрпақтарымыз ары қарай 1000 жылдыққа жалғаса берсін. Өйткені адам ұрпағымен 1000 жыл жасайды деп айтып жатыр. Міне, сол үшін тағы да барлықтарыңызға рахмет. Мынау осы үлкен ағаларымыздың, үлкен көкелеріміздің бір ауыз сұрап жатқаны бір әке мен ананың құрметіне бір әнді айтып жіберуге рұқсат етіңіздер. Менен сұрады, мен сұрап алған жоқпын айналайын. Сол үшін бір-екеу. Жасың жүзге сен болмасаң болар менің бұл өмірге сен болмасаң ойыма көңілім жүрмеді сен болмасаң қалар едім сендер барда мақтанамын аяулаған ардақта кеп аталарым аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді иекке аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді иекке аңсақты кеп жетелепсің жасың жүзге сен болмасаң болар едім бұл өмірге сен болмасаң әлім бар едім сен болмасаң ұқсап жүрер едім сендер барда мақтанамын аяулаған ардақта кеп аталарым аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді иекке аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді иекке сендер барда мақтанамын аяулаған ардақта кеп аталарым аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді иекке аңсаған армандарым тілеген дұғаларым жетелейді немерелері, шөберелер дейміз, шөпшектер дейміз. Мына құрметті жамағат, мына қарап отырып, ән айтқан кезде бәріңіз тып-тыныш тыңдайсыздар да. Мына ағалар сөз сөйлеген кезде жамырап жан-жаққа кетіп қаласыздар да, бөлек-бөлек әңгіме айтып. Енді біз енді сырт көзбіз ғой енді, сырт көз сыншы дейді ғой. Сондықтан мына
Құдай баспасы бола бермейді. Әркез бола бермейді. Біз енді имам болып ел алдында қызмет қылып жүргеннен кейін көбінесе осындай жиналыстардың үлкен кісілердің ақыл кеңесін тыңдап, тыңдағың келмесе де тыңдауға насихаттаймыз. Тыңдағың келмесе неменеге келдің дейді. Қатты айтамыз. Неменеге келдің тыңдағың келмесе. Біреу сөйлеп отыр. Ешкім мақтанып бір өзін көрсетіп айтып отқан жоқ. Осы ақсақалдардың бәрі, ағалардың бәрі айтып отқаны осы сіздердің береке бірліктеріңіз үшін. Басқа артық әңгіме айтып отқан жоқ. Сондықтан ерлер қауымы, әйелдер қауымы бір-бірлеріңіздің телефондарыңызды, нөмірлеріңізді аласыздар артынан асықпай. Бұрын хабарласпай жүрген болсаңыздар. Тыныштықпен, тып-тыныш, тыңдағың келмесе де құлағын тұрып отырып, осы насихаттарды, ақыл кеңестерді тыңдағандарыңыз абзал болады. Өйткені мұндай баспасыз бола бермейді. Дұрыс па да? Сондықтан бір-бірімізді қадірлемесек, бір-бірімізді қадірімізді білмесек, бейсақ мұздық жалған дүние ертең әттең бектіріп келтір болады. Сондықтан міне құрбет жамағат, мына Бауыржан ағамыз Алла разы болсын, осы Қасымбек ауылына осындай міне зәулім қатынхананы тұрғызып, қасында 2 этажды 40 балаға медресемізді соғып берді. Бұл яғни екінің бірінің қолынан келмейтін тірлік. Барлығын бітіріп бізге тапсыр етті. Бұл енді біздің бұл күштен бізге қалған аманат бұл жер. Құдай насып қылса, былтырғы жылы медресемізді бастағанбыз, жазғы сауатташу құрышын. Енді қазір документ жұмыстарын ыңғайлап, Құдай қаласа, кәдімгідей үлкен түрде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіркеп, яғни мен өзім кезінде айтқанбыз, Құдай қаласа Саңғы би артындағы қайырымдылық мекемесі ретінде ашамыз деген үлкен жоспар бар алда. Құдай насып қылса, енді ол бәрі уақыттың еншісінде, екінші осындағы ақсақалдардың бұған тілек, біздің мақсатымыз, не мақсатымыз Құдай қаласа, осы жерде бір білім ордасы қылсақ, қарилар, хафиздар шығатын болса, иншалла сіздердің де сонау өткен ата-бабаларымызға ол жетіп тұрады. Және тірілер ішінде атақ, тірілер ішінде ол абырой. Егер иншалла сол тірлігіміз ойлағандай болып кететін болса, яғни жаңағы Саңғы би атындағы қайырымдылық мекемесі құратын болса, ол кезде сіздерге де үлкен салмақ түседі. Салмақ түседі. Иншалла сол күйінде иншалла мен ойлағандай, өз ойлағандай солай жұмыс жасарып кететін болса, ол кезде сіздерге әуелі қуанышпен жасайтын боламыз. Дұға қылыңыздар. Қолымнан мен сөз берген қолымнан келгенше солай істеуге ат салсаңыз Алла насып қылса. Иншалла. Ол бір шариғатта тоқтап жері жоқ. Бірақ иншалла өкімет орындары барлығы иншалла қолдайтын болса, ол нәрсе алыс емес демекші. Алыс емес демекші. Сондықтан Алла разы болсын, бұл жерде бір Құран хатын түсіп аударғанбыз. Қазір мына дастарханның бір әумин жасап жеріңіздер, сосын келіп және кеп отқан имам жігіт тұрады ғой, қайда кетті? Осында ма жаңағы имам? Қайда, қане? Осы жігіт екен біреуіміз Құран хатының несін жасаймыз жаңағы. Біреуіміз дұғасын жасайық, сонымен екінші дастарханға қайта жайғасамыз. Солай ғой? Иншалла. Ақсақалдардың бір мына дастарханға, Наурыз көженің дастарханға әмин деп жетсін. Амин. Assalomu alaykum. Sağlık bir baktara. Görgünlerin olsun, navuzların tuttu olsun. Sultan Cumhur'a bana sağlarının ösüp güvenip navuzu tutulda bir alın nesilsin. Aynı oğla. Saçmalmayın. Amin. Rahmet eylesin. Kani? Tur. Kur'an okuyuyoruz. Kur'an hatim okuyuyoruz. Sabırlıklı sahtay, şulagan adam şulamasın. يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 18 alemin yaratmışlığı şahsa Qamqor meyrimde Allah subhanahu wa ta'ala osaqlan qasir Qur'an-ı Kerim'e olan erbrayatlarına erbirerlerine qasıl olan savaqada La ilahe illallah Muhammed Resulullah Penide Baqiyetken barışa Qur'an demetken erbaqlarga Artarla izir şu jetimci seferden uruşarlarına mu'minina, mu'minat, muslimina, muslimatlarına uruşarlarına Bilek köter qalcaya otanlar, Şamızan vayımızga Allah'ta demetken erbaqlarga dünyada ötken sanqın bir babamızda uruşarlarına aqsı Samayın olsaydı, desengerde tiyes atalarımızı uruşarlarına, cennet atlar, atılgan atlar, atılgan var, şad dünyada ötken marhumlarını uruşarlarına başlar. Allah'ımızın rahmetine, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'imizin şefaatine jatkan yeri cennet, toprağın torha, iman yolda zed Allah'ın firdevsatı cennetin tövbünü nasip etgeysin. Bir Allah'ın razılığı için kılaşan niyet ve bugünle sakınlığı urbağından berilgan Navruz merekesini Allah Taala kutlu qilib, Allah Taala qo'y ustida postorg'ay jumur qilgan zamon bo'lib, bol elimiz zaman yurtimiz tinch bo'lib, elimizning sirtin javdan, ishini javdan saqlab, Allah barchamizni ehdina siratal mustaqim tuzuk yo'lga barchamizni nasib et. Allohning yuraklarimizni iymonning bayroqi berib ekilgan Allah baxt nasib etsin. Bir Allah'ın razılığı için kılaşın niyetini emin de bile güzel bolca oturma bizlerde dünyada alıp vergen bizlerde terbiye verilen ata-analarımızın bir isteyen günahları olsa keşir giysin. Cennet-i Allah medrese salgan, hatırlarına salgan Bağırcan anamızın Allah Teala isteyip yatan çoğuz kasımda Allah bereke ver. Allah iyi günlüğünün vakit nasip et. İnşallah cennetin tövbülen Allah kasırday ülken, keng sarayday Allah Teala Keng sarayda qasır nasip etgeysin. Bir Allah'ın razılığı için şını kılaş, şın niyetini olsa, bu merekege jardam jasab, qo'l uchun ber, ko'maklashib yotgan, sanqilbi urfağından taragan bavurlarımız Allah Teala jasagan yaxshiliklarimizni, izgi amallarimizni bergan sadaqalarimizni qabul et, ellerimizga sog'lik ber, boshlanimiz og'iz boshlan gunoh ber, jarliqan Xudoyimdan saqlab armoy ber, berganiga bereke ber, Allohim berganimizning bererini mo'l qil. Allah Teala tilagimizni qabul etib, og'iz boshlan intiqomimizni ber, elimiz aman yurtimiz tinch bo'lib, elimizning sirtin javdan, ishini javdan saqlaysin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Bereketli momентте қазір ешқайсысы тұрмаңыздар, кетпеңіздер. Екінші асымыз келеді, палау келеді, тамақ келеді. Кетпеңіздер. Ағайын тұсандар, Асқартау ақсақалдарымыз, ағаларымыз, інілеріміз, бауырларымыз, Ақжауықта аналарымыз, қыздарымыз, келіндеріміз, немерелеріміз, мынау бәрдеріңізге алғашқы бірінші рет жиналып жатқан Қасымбек ауылындағы Бауыржан бауырымыздың медресесінде ханымханасында жиналып бас қосқан бәріңізге біріншіден алғысымыз шексіз, рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, осы қандай ағайындар екен, мына баста келіп, ет әкеп қоя берілді. Орын-орынмен бірінші жан басып жетіп қаяға, ашық еліп қаяға білесінде үйренгендер ғой. Сондықтан мына жерде біз тамақ үшін келген жоқпыз, біз таным үшін, осы ортаға білісі үшін, тарихымызды білу үшін, ағайынның аузымыз үшін, жанымыз үшін келіп, біріншіден. Имам айтып кетті ғой, бірінші шамадан қос айтқанда тыңдайық. Ақжауық аналарымыз, жеңгелер қыздарымыз. Шаманы тамақ қойып беріңізші. Дәммен үлгермесіз ғой, тамақ қойып беріңіз. Басқа батыр өйді, мұна сабыр есеңіздерші, сабырды, басқа батыр өйді, бүгімізге бірейік. Басқа өйді. Татарханların arası soğuyla etsin. Cennetinde Allah çarpık niyetinde yedirken
наурызға кете беріңдер. Жаңа жылда малдарың көп болсын, төлдерің өссін, құлын тайларың өсе берсін, жастарға жас бастарың бас болсын. Наурызға жетіп, әр уақытта қош тоймен аман-есен жүздесіп жүре берейік. Амин, айтқаныңыз айдай келсін, өміріңіз жайлай берсін. Түркістан облысы Созақылдың қызматтасқан ақылының тумасы Сатыбат көкеміз. Осы біздің қазір ортамыздағы ең үлкен ақсақалымыз, карьерамыз қазір осысы бата береді. Сондықтан батамыз көгерсін, ұрпағымыз көгерсін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Енді мен қысқамсызға өзімнің осы саңғы жобасына 30 жылдан бері жасап жатқан қызметімді шамалы өздеріңізге қайраттап айтып жіберейін деп отырмын. Бірінші осы бастаманы ұйымдастырған Рамақұл Бердібаев көкеміз, профессор академик, кітаптар көрсетпей ақ қояйын, көріп аласыздар. Шейдеді бірінші Рамақұл Бердібаев профессор академик кітапты алып, осыған шығарып, ұрпақтардың бәрі. Содан қозғалақсыздың апарып қойып, міне осысының шарасында кездесуінде мен 30 жыл қызмет атқардым. Бабам үшін, ұрпағым үшін. Нағып ақтарып кетті осыда ғой, мен артымды біріз айтпай тұрам. Өзімнің осы Рамақұл Бердібаевты айтайын деп отырмын. Менің бабам, Саңғы бабасының өзі үлкен, бізде академик бар, генерал бар, полковник бар, министр бар. Міне соның ұрпақтарымыз. Сондықтан менің аты жөнім Сәнқоев Мақсат, Өскен Тайұлы, Қозматақсыдан ұрпағымын, жалпысын 61-ге келді. 2 балам, 1 қызым бар. Өзім шетелде көп болған, ғаламат саяхат, комсомолдас жердің қызматтастырады. Мұнайгазыстан ғаламат рахат. Құдайдың берген шоласы бар. Сондықтан сіздерге танысқаныма ал енді ауыздарыңыз дәмдер болсын, ауыздарыңыз. Құлақтарыңыз бендер болсын. Мынау қоңыраттың ішіндегі қоңыраттың қайша бала бар деп тұрасыздар ұрпақтарыңыз. 36 құлақ қоңыраттың баласы бар. Соның ішіндегі қоңыраттың баласының біреуі біз Саңғыл би бар. Түркістанның теңесі болған. Енді біздің балдарымызға, немеремізге айтып кететін шежіре. Мысалы менің шежірем Саңғыл бидің есін тыңдаңыздар. Саңғыл бидің 8 ұран тараған, бұқалманнан тараймыз. 8 баласы бар. Ақсай, Самай келді, Нұрсай, Есен келді, Тілес тез деген 8 баласынан біз тарап отырмыз. Соның ішіндегі осы 8 баланың атауына тас қойылған Әшсайлы Ерлан Демубаев деген соның қаражатымен осы Бауыржан сияқты жеке қаражатымен қойылған тас. Көрдіңіздер ма? Біздің ортамызда жеке кәсіпкерлер де бар. Оқулықшыда министрлер де бар, ғалымдар бар, комиссия бар. Ал енді мен соның ішіндегі Ақсаймын. Мына Ақсайдың 6 баласы бар. Көлбөрді, Құлар, Көше, Шолақ, Мәйгелді, Тұрсынбай деген. Мен соның ішіндегі Көше бидемін. Мына Көшеден 2 ұл бар. Мәмбет Шақай деген. Бүгінгі мен сол Шақайдамын. Шақайдың 5 баласы бар. Жиенбай, Көшек, Ата, Тайлақ, Қойбаған деген. Көрдіңіздер ма? Осы шежіре бәрлердің отбасыларында үйде болу керек. Одан кейін атамнан 3 бала бар. Шерубай Оразгелді. Мен Оразгелдемін. Одан кейін Оразгелдің 3 баласы бар. Есқара, Шотқара, Досқара дейді. Мен Есқаратынамын. Есқараның 6 баласы бар. Ырысбек, Жалбы, Жүсіп, Сары, Орынбай, Байбек деген. Мен Жалбыдамын. Міне, Жалбының 9 баласы бар. Жаңабек, Төребек, Көтербай, Төлғозы, Құлынбай, Өренбек, Беймет, Әйтемет, Дүрдек деген. Мен соның ішіндегі Әйтеметтің, Дүрдектің балалары еді қыманағымыз бар. Мені қарап отырыңыздар. Сол Әйтеметтің 6 баласы бар. Бейсе, Сәрсе, Қойбай, Нұрбай, Сынбай деген. Өшедегі Шердан деген бауырым. Нұрбайдың баласы мен Сынбайдың баласын. Көрдіңіздер ме қандай
атадан тарағанбыз. Біз 7 ата дейді, 7 атаға емес, 12 атаға кетіп қалдық. Көрдіңіздер ме? 12 атаға. Сондықтан менің айтып отырған мақсатым тарихты айту, өзімізді ұрпақтарымызға дәріптеп, насихаттап жеткізу. Көрдіңіздер ме? Жаңағы жерде осы тамақ ішкенде, дұрысқа шай ішкенде дұрысқа, бірақ біз имамымыз айтып кеткендей, біз өзіміздің кім екенімізді білуіміз керек. Сол өзіміздің ұрпақтарымызға айтуымыз керек. Сондықтан осы Алматыға келіп, мына осы 30 жылдан бері осы насихат жүргізіп, ағайынды ортаға жинап, бас қосып жатқан қандай керемет. Бүгін бірінші рет жинап жатырмыз. Осы ұйымдастырып жатқан осы Алматыдағы төраға Асқарат ағамыз, төрағамыз жаңа таныстырды, оның орынбасары Сәбетбек ағамыз осы орында қызметін жасап жатқан Айтман бауырымыз, бұл Айтман бауырымызға рахметімізді айтамыз. Неге? Бала-шағасымен, отбасымен келіп, өзінің әнін айтып, өздерін таныстырып алды. Көрдіңіздер ме? Біз Самғыл бидің ұрпақтары, бізде әнші де бар, күйші де бар, профессор да бар, полковник бар, генерал да бар, жазушы ақын да бар. Өлең айтатын туғылымыз айтты. Сондықтан мен өзімнің бүгінгі жасап жатқан программам былай жасайтынмын мен осы қысқанда. Мына параққа аламын. Сағат 11-де жиын басталады. Сағат 1-де тамақ ата беріп ашылады. 2-де өлең айтылады. 3-де күрес болады. 5-де аяқтап тамақ жасайтын. Бұл осындай программа. Бірақ программаны бірінші рет жиналғаннан кейін бізде аз-аулақ кемшіліктер болады. Келесі жыл жиналғанда бұл кемшілікті айналмаймыз деп үміттеміз. Бәрі қонақтарымыздан мен кешірім сұраймын. Неге? Мен өзімді көрсету үшін келген жоқпын. Мен осы ұрпақтарымызға, ағаларымызға, ақсақалдарымызға тарихты насихаттау үшін келдім. Біріншіден. Екіншіден, Рамақұл Бөрікбаев Қозбанақ Сұлтанға кешенен орнатып берсе, екінші Қаскелең ауылына Бауыржан бауырымыз осыны бізге дайындап берді. Бауыржандай бізге 10 жыл болса, біздің ұпайымыз түгел, ұрпағымыз көбейеді, ауыз біріншілігіміз артады, бәріміз жақсы өмір кездесеміз. Сондықтан көңіл болып тыңдағандарыңызға рахмет. Дәл астастарыңыз дәмді болсын, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Әр уақытта жақсы өмір кездесейік, келесі кездесуге Алла бәрімізге нәсіп. Рахмет. Бәрекелді, микрофонын тұтынып шығартыңыздар бүгін. Бәрекелді, рахмет. Ал енді ауыздарыңыз дәмде болсын, құлақтарыңыз менің Нұрикамал деген әнімде болсын. Кәдеге мен де бір жақсы ән айтып берейін. Барынша. Әнші емеспін, асаба емеспін, бірақ ағайындар үшін аямаймын. Oh
Саңғы бабамның ұрпағы әр өңірден, мысалы айта кетсек, сол өзіміздің бабамыз шыққан созақтан, қанша осыларда созақтың ішіндегі Сызған, Басқұлақ, Қозмолда, міне сол, одан кейін қала берсе, Қаржағы, Қаратау, Жартытөбе, Түркістан, Шәуілдір, Жетісай, енді атын тағы да атамай кетсем, айып етпеңіздер. Сол үшін менің мына жерде айтатыным, мынау мен деген кішкене белсенді осы жердегі сол өңірлерден шыққан ағайындар бір-екі ауыз өздерінің сөздерін, бүгін сөздерін айтып, осы әз-наурызбен барлықтарыңызды құттықтасын деп айтып отырмыз. Сол үшін де қазір мына жерде енді сөйлеймін, мен осы ағайындардың атынан деп өзінің ниетін білдіретін болса, микрофонды береміз. Құрметті ағалар, айтып беріңіздер, жастар микрофонға жалғаса бергесін айтатын сөзіңізді ұмытпасын. Өйткені бауыржан бауырымызға мен осы уақытқа дейін танысқалы бері, осы шараға келгелі бері басайын deyіп, рахметімді айтып, қарты бар дейтін қазынасы бар дейді. Мұның мамасының арқасында бойыңызды көшет қойшы. Мұны Құдай береді. Ажадан кешке дейін 12 сағат мамасы батасын беріп отырғанын. Мұны осысы деп біз үлгі алуымыз керек. Жаста болса көргені көп, түйгені көп. Сондықтан біз жастар жағына шамалы мүмкіндік беруіміз керек. Ал енді мынау мен жаңа айта кетейін дегенім, ресторанға барып 500 миллион бергенше осы біздің қатымханаға меймандарымызды шақырып, астарымызды жасап, құрандарымызды жасасаңыздар, қандай керемет абзал болады. Екіншіден, біз да қор жинап жатырмыз. Қорға группада білесіздер, қанша ақшадан беріп жатқанын. Шамасына қарай беріп жатыр. Осы қорды дамытайық. Қордың не үшін жинап жатқанын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бәріңізге рахмет. Қорды жалғастырайық. Бәрекелді. Мынау енді Ассалаумағалейкум ағайындар, қариялар, мұқтағым, әжелер, апалар, тарихи сәтті қош келдіңіздер бәріңіз. Өзіміз Шәуілдірдеміз. Шәуілдірдің иесінде yaşatып, Шәуілдірдің заңдарын ұйымдастырушымыз. Бәріміз
ішінде бөлмейміз. Барлықтарына келген рахмет. Ерекше өзіміздің спонсор кету қазір. Мұрат Бошаев өзінің бауырына рахмет. Мұрат қойшы ордан. Әрқашан бәріміз бірlikте болайық ағайын. Рахмет сіздерге. Кришан мықты екен сен. Спонсор деймін. Ал енді мынау айтады ғой. Майлыбайдан Майлыбай туады, бір-біріне айнымай туады дейді. Соған ұқсап қазір мынау әннің аты Саңғылдар деген ән. Жақсы. Ал енді біздің ортамызға қонаққа келіп жатыр екен. Zaten
Рахмет көке, айтқаныңыз келсін. Сақтайық, шулағаныңызда сайналайын. Тыныштық сақтайық. Ағайында, осында Сағынты бабамыздың тарихта өте жақсы айтылды. Енді әрқайсына жақсы деп айтпасыздар, қабыл болсын. Төле би бабамыздың өшет қалдырып кеткен екен. Жалғанда ойлап көштен бірлік керек. Бірлікті ойлағасын тірлік керек. Ағайын ана көз болағасын аузындарын бесігімді біреу жүрмекті. Сол айтқандай бірлікте болайық. Ынтымақ бар жерде, бірлік бар жерде, әр уақытта сіз жалғаласа ағайындар. Ал енді әрқайсымыздың баршаңызға қуанышта тола берсін үйіміз, жақсылықта бас қосайық жиымыз. Келекелі мерекелі жыл болып, ұзағынан сүйіндірсін, мына сыйластық пен сыйымыз. Аман болайық, жақсы болайық. Мына басымыз әр уақытта осыны жақсылық болғызылып, жақсылық қуаныштан қосылсын, қан қайғыны жоқ болсын, жақсы күндер көп болсын. Бәрекелді, рахмет аға, мынау енді достық бердіңізші досым бердім. Ақбас ағамның жадына рақым ағамызды досым берді білеге. Ал әгер берсін. Өйткені наурыз айында ораза болды, барлығы ауызын бекітті. Енді оразаға дейін басымыз үймесіз деп араларымыз бастап, өздеріміз қоштап, үлкен той жасадық. Мына құтты болсын. Қайда айтып жатыр. Біреуді жиналудың басы деп, Алла тағала ауыз босып берсін, бақ қайда борасын, ынтымаққа барам дейік, бақ қайда борасын дейік, бірлікке барам дейік. Сол сияқты ынтымақты болсақ, бірлікті болсақ, Сәңгір бабамыздың ұрпағына соратты сәйкес болатын болсақ, басымыз бірігу керек. Бұл қазақтан бөлініп жатқанымыз емес, біздің төртіміз қазақ елінде тұрып жатыр, басты ұранымыз қазақ. Бірақ жаңағы кісі ағалар айтып жатыр ғой, жаңағы жеті басын білу керек дейді, тегін білу керек дейді, соны бөлінген емес, бірақ ағайындарды біліп жүрейік. Жас балалар бірімен таныссын деп жатқан үлкен бар сондай бір көшірмелесіп жатқан нәрсе ғой. Балалар қыздарды ән айтып беріп жатыр, төменде сәкеңді ән айтып беріп жатыр, әнші өртетіп жатыр. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Мынау ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет, мынау бауырге рахмет. Алла тағала енді беретін адам Алла береді дейік. Алла тағала несібелеріңіз көп болсын, мұратlarыңыз асыл болсын, өмірлеріңіз ғасыр болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, халқымыз тоқ болсын. Осы Сәңгір бабаның ұрпақтары, қазағымыз ұрпақтары елімізге сыймай көбейе берсін. Алла амандық берсін. Рахым бауырымыздың айтқан бірлігін туралы бір-екі ауыз айтайын жандалдар. Айтады, мынау 5 күн жалғанда барлығымызға бірлік керек. Бірлік бар жерде тірлік керек. Ал енді бір-бірімізге аш көзденіп алауызды тарататын болсақ, аузымыздағы несібелі басқа біреудің аузында кетіп қалады. Міне сол үшін бірлігіміз, тірлігіміз әр уақытта бір жеріне шығып, татулығымыз мынау арта берсін. Ал енді мынау келесі сөзді жаңағы әрбір өңірден осы жердегі ағайындар басы жиналып отыр деп айттым ғой. Жетісайлық осы жерде, Жетісайдан келген Жетісайдың басын осы өзі құрап жүрген осы жерде Әшімбай деген бауырымыз отыр, өзінің тілегін айтсын. Мынау қазақ айтады сөздің басы бісмилла, бісмилласыз іс қылма деген. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, туған туыс бауырлар. Міне бүгін Саңғыл би ұрпағынан тараған барша игі жақсылар, Алла баршамыздың ауызбіршілік ынтымағымыздан айырмасын. Қазақ айтқан ғой, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген. Бұл енді қарап отырсақ, сол ағайындығымыздың татулығын білдіріп, міне бас қосып отырмыз. Бұл да бір үлкен мереке, үлкен бір ғанибет отырыс. Бүгінгі күн ертеңгі тарих деген ғой. Сол үшін құрметті игі жақсылар, Алла тағала осында отырған баршамыздың
отбасы жанұямызға тек қана жақсылық болсын, деніміз сау болсын. Осы жерде жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Әке көрген оғжанар, шеше көрген томпішет деген. Бұл тектіден текті туады, тектілік қуат деген. Мәді тектілігімізді білдіріп, сол Саңғылби ұрпағынан тарағанымызды білдіріп, міне бас қосып отырмыз. Бұл да бір екінің бірі былай бас қоса бермейді, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін осыны үйет қылып, осыны басын жағына өстіріп жиналып отырайық деп, осы Тасболат ағамыз бастаған, Сәбетбек ағамыз қоштаған міне ағаларымызға тағы да аттарын атай берсек оның көп қой, бірақ енді осы кісілерді Алла тағала міне осы кісілердің айтуымен, демеуімен осы ортаға тастап бас қосайық деген міне бүгінгі Наурыз мерекесін тойлап отырмыз. Алла баршамызға разы болсын. Және де айтып беретін осынау Саңғылби медресесі, одан ғана білсем міне хатымханасы бар. Осыған атсалысып, кәдімгі үлкен үлесін қосқан Бауыржан ағамыз отыр ортамызда. Бауыржан ағамыз Алла разы болсын. Бауыржан аға білесіз ғой, шариғатта пайғамбарымыз айтып кеткен, кімде-кім мешіт салатын болады, мешіт салып болмаса бір дінге қызмет ететін болып, соның бір кірпішін қаласа, ақиретте Алла тағала сол кісіге жәннаттың төрінен қасыр үй берем деген. Алла тағала иншалла ақиретте сізді жәннаттың төрінен Алла тағала сүйіншілігін Алла нәсіп етсін. Әлемді құрметті екі жақсылар, құрметті көпшілік қауым, тағы бір қазақтың жақсы сөзі бар. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, кісіге сөйлейтін сөзіңді біл. Әр жаста әртүрлі міндетің бар, қай жаста не сөйлейтін кезіңді біл деген. Сол үшін әрқайсымыздың денімізге саулық берсін, отбасымызда тек қана жақсылық болсын, Алла ауызбіршілік ынтымағымыздан айырмасын, Саңғылби ұрпағы жасай берсін. Бәрекелді айтқаныңыз келсін. Ал енді жақсы ақтектен кейін алдарыңызда ағамыз жақсы әнді орындайды. Алдарыңызда Ассалаумағалейкум ағайындар, туыс бауырлар. Бүгін өзі бір ерекше күн болатын ғой. Жылдың басы Наурыз, Наурызда ағайындардың басы болсын. Білім біресіре болатын осындай бүгінгі өтіп өткен іс-шара мынау өзіміздің бабамыздың атында ашылған Саңғылби деп есім берген Бауыржан бауырымыздың жанында үлкен ғибадатханасы бауырымыздың атына ашылған. Осы ғибадатханадан шыға берсін. Осы ағайындар бүгінгі бағыштаған құранымыз қабыл болсын. Ағайындарымыз ынтымағымыз жарасып осындай үлкен тойларда ағайындар ұрпақтар басы қоса берсін. Тек жақсы тамаққа басы қоса берсін. Ал Тасболат ағамның бәрілерің бар, бәрі осындай ұйымдастырып жатқан іс-шараларыңызға рахмет. Бұл елді жалғасын тауып, осындай болса бұдан да көп болып, үлкен іс-шарада басымыз қосыла берсін. Алла тек қана бәрімізге амандық берсін. рахмет айтқаныңыз келсін. Ал енді мына жерде жас өкілдер жайнасып, шеше тілдес сайрасын. Алдарыңызда Ақбекті айтатын шәуілдерден келген Абылайхан мырза қайдасын дейді ғой. Сарайда бүгінгі Наурыз мерекесін өткізіп жатыр екенбіз. Алла ұлан қашан амалдарды қабыл етсін. Барлық жасаған амалдарымыз Алла құлағына шалып, мынау ғимаратымыз өсе берсін. Ішінде өсіп, осындай үлкен саңғылардың арасынан жаңағы сәттілер шыға берсін. Соған куәсі болайық. Басыма сөзіңіз боласы ғой. Онда жігіттердің ағаларымыздың айтқан көп тілектеріне қосыламыз. Алла сауаптан жазып, жасаған амалдарымызды Алла қабыл етсін. Ағамыз айтып кеткен Сәкен, жылдық қор деп жатырмыз ғой. Ұсынысын деген. Жаңағы біз шамамыз дегенше деп жатырмыз. Енді біз ойлап отырмыз, бір минимальный не қойсақ, жылдық табысын жиынның шамасын қойсақ, мысалы бір адамға 2000 теңге деген сияқты. Жылына 12 мың теңге, мысалы 24 мың теңге. Жоқ, мысалы деген солай шешілген болса, халық просто сұрап жатыр да, оны біз қалай төлейміз деген әңгіме болды. 29 жылда біз Алматы өткізеді деген әңгіме бар да. Енді соған дейін біз мынау үлесімізді жинап, кім 2 мың салады,
жылына 24 мың салады деген әңгіме ол түсінбей қалған жағдайлар енді жаңағы мынау қарындастарымыз інілеріміз өлең арнап жатыр саңғылардың артынан мынау кезіндегі әңгіме бар ғой ағамыз депутат саңғылизм жасасын деп жіберген дегендер енді сол үшін мынау өлең шығып жатыр жақсы өлең алла ұзағынан сүйіндірсін арты политика болып кетсін деген әңгіме өлең айтып жаңағы біреудің авторы құқығын алып масқара болып жүрмейді деген әңгіме сондықтан онда бір тоғырына жеткізіп авторский не алып алайық өзімізге ал жиынға рахмет ұйымдастырған ағаларымызға рахмет осы ұзағынан сүйіндірсін жаңағы айтқанда бәкеңе ұсыныс жасалғанда осы жерде өткізейік жиынды дегенді оны да құптаймыз оған да бір мөлшерін айтсақ мысалы қалай болады деген мөлшерде бір шамасын айтып кетсек халыққа түсіндіріп бәкеңе жиынның қалай өтеді ал құрметті ағайындар енді мынау жақсылап тыңдап отырайық бұл үрдіс яғни бастама дейміз былтыр қаңтар айында осы алматыда тұратын саңғыл ағайындар бас қосқан болатынбыз сол кезде барлығы бір ауыздан қолдап осы мынау жылда бабамызға арнап сол сызға да ас беріледі мынау осы алматыда тұратын саңғыл ағайындар сол асқа қор жинайық деген осындай ұсыныс түскен болатын яғни былтырдан бастап міне сол қор жиналып жатыр қорды жинап жатқан мен боламын менің жаңағы каспий неме түсіп жатыр менде барлығы жиналып жатыр бүгінге дейін енді айтып өтейін барлық ақпаратты бере аламын 2 миллионға жуық ақша жиналды оның ішінде енді барлық жоғы айтайын дегенім бір 70 адамның 60-70 адамның ол жағы барлығы жиналғанда енді біреулері 550 мыңнан салады біреулері 100 мыңнан салады біреулері жинағанда уже 300 мың болды сол қорды бастағанда айтып өтейін шындықты айтуымыз керек мен өзім 100 мың теңгені бастап салдым сол күні міне содан бері жиналып келе жатыр сол үшін сол басқосуда былай шешім қабылданған еді әр жерден әртүрлі ұсыныс түсті біреулер 5 мыңнан айына біреулер 10 мыңнан айына сосын біз әркімнің жағдайына қарап орта есеппен 2 мың айына салып тұрса бір жылда 24 мың болады екен сол 24 күнде бірден салса да болады бөліп салса да жағдайына қарасын деген әңгіме солай міне сол қор не үшін сол жаңағы ертең біз алматыдан мынау саңғыл би бабаның алматыда тұратын ағайындардың саңғыл би бабаның атынан берілетін асқа абыроймен өткіземіз деген сондай ойда жаңағы қорды бастап жинағанбыз ал енді мына қорымыз бір 8 миллион 10 миллион болып жатқан кезде бұл қорды тағы да басқа жағдайларда жұмсауға болады тағы басқа жағдайларда жұмсауға болады неге бұл өмір болғаннан кейін өмір бар өлім жітім бар деген сияқты неше түрлі біз мысалы осы алматыда қазір міне 20 шақты отбасы әр уақытта бас қосып біргеміз барлық тойымыз болсын өлім жітіміміз болсын жақсылықтарымыз болсын барлығымыз соған атсалысып барып тұрамыз осы жердегі ағайындардың көбісі куә ұзатып жатқан қыздарымыз бар саңғыл ағайындар бар қасынан табылып жатамыз кеше әртүрлі жағдайларда мынау дүниеден өтіп жатқан жақындарымыз болады соған қалмай оған да барып жатамыз тасболат ағамыздың бастауымен әр уақытта қалмаймыз содан сіздер де қалыс қалып кетпеңіздер ағайындар араласыңыздар жақындасыңыздар тек қана бұдан біз ұтылмаймыз ұтыламыз тек қана біреулердің ойлап қалуы мүмкін ойбай мына тек қана ақша жинау деп тағып және кешеде ортада жазылды ғой білесіздер ең қиынның қиыны бұл өмірде ақша жинау өзіңнің бас мүддеңе керек сияқты болып жинай
ойлайсың ғой ең несі как будто өзіңе керек сияқты орта мына ағайындардың осы мына абыройы үшін деп жиналып жатқан ақша ол ақша депозитте жатыр ағайындар депозит дегенді білесіздер өзімен өзі көбейіп жатқан ақша сол үшін ол депозитке ешқандай күмән келтірмеңіздер мен қоспасам алмаймын ол жерде бір алладан қорқуымыз керек дейді ғой ағайындардың мына ауызбіршілігі сол үшін мен әр уақытта жауап бере аламын анау жаңағыдай өзіндік үлесті одан ары көп қосамын деп жатса қоспаңыздар нұр үстіне нұр алла әр уақытта сіздерге сауаптан жасын дейміз ал енді кезекті Ақтекті кезегі осы жерде Сәбит ағамыз қайсы? Міне Сәбит. Ассалаумағалейкум ағайындар, достар, ар жауапты аналар, аталар, бүгін бір керемет күн болады біз үшін, ағалар үшін. Бүгінгі әрбір сәт ертең осыдан басып қосып осыдан біз ғимаратта, бабаның арқасында осы алған ғимаратта келіп қосып жатырмыз. Өзінің қуаныш сезімі менде қазір өлең тұр. Жаңағы өлеңді айтып жатыр. Өлең ешкім рухымды көтереді. Жаңағы ағалар жақсы айтып жатыр. Өлім емес, бірақ өзіміз жаңағы. Өзім дегенде өгіздей күшім бар дейді ғой. Соқса өзіміз бірлікте болса, бірлікте болса жаман болмайды. Және бәрімізге осы келген қатарларымызға Алланың нұр жаусын дегім келеді. Және де осы жерде ұйымдастырып жүрген ағаларымыз бар. Тасболат ағам бастаған, Сәбитбек ағам бастаған, Көлбек ағам бар. Осы кісілерге алғысым шексіз. Шынында жақсы айтып жатыр. Ол ақша жинау, ұйымдастыру деген қиын нәрсе. Айтқан бауырымызға халық кешіріңіздер осы ұйымдастырған. Сол кісілерге тағы да осындай ауқымды түрде сол атсалыссақ деген мәселеміз. Бөлім жаратын жеріміз жоқ. Біз басқа елде жүрміз. Елдігімізді осындай азаматтығымыз көрсетіп жүре берейік. Нұр үстінде нұр жауып берсін. Әрбір осы қазақтың шаңырағы шаңырағы болсын. Денімізді басымыз болсын. Біздің бірлігіміз, тірлігіміз Қазақстанның бірлігі мен тірлігі болып есептейміз. Рахмет. Бәрекелді. Ал енді мынау осы жақсы ағаларымыздың ақ тілегіне бір жақсы әнді мен өзім есімді саған болады, саған қолдау өмірден қазақта жақсы сөз бар. Болса да үй қолайды, бауырсыз көңіл толмайды. Ойлап болып жүрсің басқанда, бауырсыз болсаң сол қайғы. Айқара есік ашасың, қуын қосасың, алдында жүрген ағалар, соңында жүрген інілер, бауырларым, бәрі жасасын деп енді жаңағы Орынбек ағам жерлесін, одан кейін Сәбитім айтты да, сондықтан мынау келесен сол туған жерден шыққан теріс киген, ендеше мынау шамшағымыздың теріс киген Yeah.
келіспей деген орында да ал енді осы жерде үлкен көкеміз отыр, Оразхан көкемізге бір жақсы ақтөбе ақтіліктің кезегін берейік. Кәдеге шамалы салғыртта сақтайық. Не көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Қайда бересің деген қауырамдығы содан мағамыз. Өзі жараса болсын мынау. Жаңағы теріске естіңіздер ғой, осы Созақ ауданының гимні ғой. Жаңа Саңғы бабамыздың гимнін айтқыза, жаңа кәрістеріске Созақ ауданының гимнімен біздің теріске қозғалдақ сызғаннан келемін қазір. Сол қозғалдақ сызғанда баяғыда ата-бабаларымыз айтқан екен. Қозғалдақ сызған саз еді, киімі шаңсыз таза еді деп, таза ақ бұлақтағы, қара бұлақтағы, сары бұлақтағы құдайымызға. Бәрі бұлақ бізде ғой жаңа. Сағын атамыз таңдап алған жер ғой. Құдай ынтымағымызды берсін. Мынау Арғын атамыз айтқан екен, әр бұтаның түбінде бір асып етті. Ол әр бұтаның түбінде бір қоян жатыр деген сөз екен. Сол теріскеге де қазаққа да бәріне Құдай ғұмыр берсін, бәріміз ынтымағымызды берсін. Қазаққа да намысын қорғай берейік, бәріміз бір болайық. Ағайын. Туысымыз арта берсін.